білім алушылар, бүгінгі біздің тәжірибелік сабағымыз тақырыбы құрғақ құрылыс, соның ішінде гипсокартон аудандарымен жұмыс істеу. Яғни бұл негізгі мамандық ғимараттар мен құрылғыларды салу және пайдалану мамандығы. Яғни қазіргі таңда әрбір мамандық қарқынды заман талабына сай дамып келе жатыр. Оның ішінде құрылыс саласында орны ерекше белесіне толды. Қазіргі таңда Түркістан қаласының өзін білесіздер, қандай әсем, соңғы 5 жылда қандай әдемі ғимараттар бой көтеріп, сол ғимараттардың артында біздің осы құрылыс мамандарының тұрғаны бәрімізге мәлім. Енді осы кезекте біз Бекет Байдулла ағайымыз және де мен Момин ағайдан осы гипсокартонмен қалай жұмыс істеу керек және оның технологияларын біз сіздерге көрсететін боламыз. Яғни ең бірінші біз кіріспе ретінде сендерге кішкене шолу жасасақ, жалпы құрғақ құрылыс дегенімізде, яғни қазіргі таңда көптеген ғимараттардың іштерін байқасаңдар, гипсокартон деген материал бар. Сонымен бөлме аралық қабырғаларды бөлу және де төбелік жұмыстарды істеу деген сияқты әртүрлі бұйымдарды жасауға болады. Яғни гипсокартон деген сөздің өзі атап тұрғандай гипспен және де картонмен жасалған материал. Яғни бұл гипсокартон бізде, оның ішінде біз оқыған Кнов компаниясы. Кнов компаниясы тарихына келетін болсақ, Кнов компаниясы 1938 жылы Германия мемлекетінде алғашқы материал шығара бастаған. Және де біздің Қазақстанда ең алғаш 2000 жылы Алматы облысы Қапшағай ауданында алғашқы кәсіпорын ашылды. Қазіргі таңда екі үлкен компаниясы бар Қазақстанда. Бүкіл осы гипсокартондар біздің құрылыста осы Кнов компаниясында пайдаланып жатыр. Яғни гипсокартондар өзі негізінен үшке бөлінеді. Қалыпты гипсокартон, кәдімгі сырты ақшыл, өздерің көргендей мына жерде көрсетуге болады. Мына қарасаңдар, мына ақшыл гипсокартон. Және де екіншісі ылғалы көзінде түсі өзгерген жасыл түсті. Яғни оны ылғалы мысалы жуын бөлмелеріне, қабырғаларға, яғни сондай жерге қабырғаларға, төбелік жұмыстарына орнатуға болады. Және де өртке төзімді. Осы үш түрге бөлінеді. Және де гипсокартон қалыңдығына қарай да бөлінеді. Яғни қалың қабатты, яғни 8 мм мен 12 мм арасында. 8 мм яғни төбелік жеңіл болады, төбелік жұмыстарға арналған болады. Және де 12 мм бөлме аралық қабырғаларды бөлуге арналған, яғни қалыңдары болады. Және де бұның бір қасиеттері дыбыс изоляциясы, яғни дыбыс оқшаулауы мықтырақ болады. Бұны неге орнатамыз, қалай жұмыс жасаймыз, оны қазір іс жүзінде көрсететін боламыз. Және де гипсокартонда негізінен профиль, өзінің арнайы қатыратын профиль материалы болады. Және де оны ағаш каркасқа да, панельдерге де бекітуге бола береді. Яғни жұмысы негізінен гипсокартон экологиялық таза, ешқандай адамға ешқандай зияны жоқ, және де жұмыс үнемділігін арттырады. Бір жұмыс орнында, мысалы, бір гипсокартон жұмыстарын кемінде 2 жұмысшы істей береді, кез келген жұмысты. Енді ең бірінші, әрине қауіпсіздік ережесі сақтау керек балдар. Ол гипсокартон арнайы өзінің кесетін қазір өзінің аспаптары бар, өлшеу құралдары бар. Соның барлығын қазір іс жүзінде көрсетеміз. Жалпы қорытындылай келе балдар, гипсокартон қазіргі таңда құрылыста кеңінен таралған жұмыс. Оны құрылыс саласында бір үлкен бөлім ретінде алуға болады. Оны кез келген қазіргі заман талабына сай әсем бұйымдарды, әртүрлі дизайндарды осы гипсокартондармен жұмыс жасауға болады. Алдарына қарасаңдар, арнайы өзі Кнов компаниясының өзінің қалай жұмыс істеу керек технологияларын көрсеткен кітаптары. Іштерін ашып қарасаңдар, ең бірінші бетте, мысалы, үйдің ең негізгі жұмыс алдында гипсокартонды орнату кезіндегі профильдерді қалай орнату, олардың деңгейін қалай қою, және ара қашықтықтары қанша, гипсокартонның бетіндегі шұлықтарды қанша ара қашықтығы қанша сантиметр болу, және де шу гипсокартонның шетіне жақындатпау керек деген сияқты әртүрлі ішінде ережелер көрсетілген. Соны қарап
көземдеу болады олар. Мысалы, көп қабатты үйлерге ішкі жұмыстарына арналған. Негізі гипсокартон балалар көбінесе ішкі жұмыстарға арналған. Сыртқа пассажный жұмыстарға ол басқа суыққа төзімді, жаңағы суға төзімді өзінің материалдары бар. Сабақта түсінбеген сұрақтар болса, сұрақтар болса да болады. Кімде сұрақтар? Гипсокартонның ерекшеліктерін қалай? Гипсокартонның ерекшеліктері үш түрлі болады. Гипсокартон қалыңдығы 8 см-ден 12 см-ге дейін. Ең жұқасы 8 см-лігі төбелік жұмыстарға хаты бар. Ол ақ түсті болады. Көк түстісі бөлмелерде ылғал жерлері, душабойларда бөлгенде сол көк түспен бөлуге болады. Сосын қызыл түсті өртке төзімді. Ол да екі қабатта қоюға болады. Бөлмелерді бөлуге көп жерде қолданылады. Ол қалыңдығы олар қабырғалық болғаннан кейін 12 см болады, 12 мм болады. Жаңағы біздің түсіндірген гипсокартонымыз, қандай гипсокартон? 8 мм Қалыпты гипсокартондар бізде, қолданыста кең тараған осы Кнов компаниясының гипсокартоны. Яғни қазір бұл жерде бір жақсы жері гипсокартонның жұмыста. Қатты қымбат аспап құралдарды қажет етпейді. Бізге кәдімгі керекті аспаптарымыз өлшеуіш, кескіш және бұрандама шипалер дейді ғой. Осы материалдармен осы гипсокартонның жұмыстарын толықтай жұмыс жасай беруге болады. Қазір ең бірінші Бекет Байдолла ағайымыз қазір осыны қалай гипсокартонды кесу керек көрсетіп, және де арнайы артындағы бекіткіш мынау профильді, яғни темірден жасалған қаңылтыр дейміз. Мынау қазір профильдің өздері де бөлінеді. Мынау қазір сіздердің алдарыңыздағы 10 мм, яғни ұзындығы 2,5 метр. Бұны да Кнов компаниясы өзі шығарады. Енді бұның да қалыңдығына қарай бөлінеді. Және де гипсокартонда ені бірде 20 см, ұзындығы 2 см, 2,5 см, 3 метр, 2,5 метр деп бөлінеді. Және де ең қолданыстағы 2,5 метрлік ені бірде 20. Қазір ойдың кеп алдық, өзі шығарып кесіп көрсетіп кесер алдында гипсокартонды қырық көрсетейін, өлшеп. Жамандау жері болып тұр, кесіп 6 см аттасайық. Төмен қарасында. Төмен қарасында сынады өзі. Бір жағы сынады, сосын екінші асты жағынан. Астында қағазы бар. Асты қағаздың қолдарында байқайсыздар. Техникалысын сақтап, өзіне қарай сағат. Кесіп алып тастап, осының астында профильді өлшеп, осымен қырқып, осыны қатып көрсетіп. Профильді алғаннан кейін керекті өлшемде қырқып алайық. Бұны профиль кесетіміз темір қайшымыз. Өлшейін, жолға өлшейін. Балдарына профильдің екі шетінде екі өзінің ішке қарай бұрылған жер бар ғой. Соны міндетті түрде астын үстін кесеміз. Кескеннен кейін былай айсаңыз келеді. Игеннен кейін ішін кезуге өз пространство болады. Оңай болады. Көрдіңіз ғой, оңай кесесің. Гипсокартонның астына қойып. Мынаны сендер қабырғада қатырып тұрды. Қойып болғаннан кейін бұған бірінші бұранды ашымыз керек. Сосын кейін гипсокартонмен жоғарыға қатырып атқанда, сіне бір-біріне жалғап атқанда, мынау жіңішке өзінікі. Енді орысша семішкісі. Бізде қазір 3 сантиметрлік гипсокартон шуруп қолданамыз. Гипсокартон қолданғаннан жағадан 3 сантиметр жағадан баға. Жақын емес, ортасынан қатыру керек. Сосын қатырғанда, мынау өзі
бетіндегі қағаздан бірдей болу. Ертең шпаклап сатқан кезде мына тиме керек. Міне. Істеп көремін дегендерің болса, сосын кейін әр шаг 25 сантиметр болу. 25 сантиметріңіз. Мына жерде. Қатты кіргізіп жіберсеңде ұшырып өзінің күшін жоғалтады. Ана гипсокартон тез құлап қалуы мүмкін. Сол үшін бетімен қатты кіргізбей қағазға ұстау керек. Қатырып көремін дейсіңдер бар ма? Кел. Қатырып көр. Аспанды жай. Аха, әдемі. Келесі баға. 25 өлшеді. 25 өлшем. Жандағы жиегіне 2,5 сантиметр, 3 сантиметр араға шықсақтанды, шегіне қатты жақындатуға болмай керек. Ана, мынауын қазір уже жарамсыз болып қалды. Мынау ішіне кірмеу керек балдар. Көрдіңдер ма? Мынау уже өзінің күшін жоғалта түсіру. Әшейін қатырылып қалды. Мына жер осы сияқты болды. Жақындатып түсірші. Мынау сияқты көрдіңдер ма? Осы сияқты қату керек. Келесі бала, кел. 25 сантиметр өлшеді. Сразу шық. Сол жерге. Астап. Сәл. Басқа. Ана, балар. Жай. Сегізде жарамсыз болды. Келіп байбалға. Көрсетшеңші балдар. Әлі. 25 жобамен алды қазір. Жобамен 25 алды. Міне. Бит. Ойната бермеңдер. Бір ұстағанда жай. Көрдіңдер ма? Тағы істеп көрдіңдер ма? Көресің ма? Ашырып алың негізі. Осы ережені сақтау керек. Арасы 25. Және де кейбір кезде ше үлкен қабырғаларға жабыстырған кезде арасын шахмат тәрізді. Қатты істемей, жай бір қалыпты. Апарай. Болады. Жалпы гипсокартон жұмыс істеу қатты қиын емес деген балар.